мына біз ойлаймыз ғой, бізде ғана жан бар деп. Шын мәнінде мына бізді қоршаған әлемнің бәрінің рухы бар. Сол рух арқылы, яғни олар ыдырап кетпей, жаңағы атом, молекула дейді, молекула, атомның ішінде нейтрон, протон, оның ішінде жаңағы плюс-минус зарядтар дей ме? Жаңағы қазіргі кезде бұны тіпті де бөлшектеп жіберді квант деңгейінде. Кванта физика деген бар қазір. Мысалы қазір мысалы Джон Кеха деген кітаптарында жазады, мысалы жаңағыдай не дейді, квантовая реальность дейді, яғни кванттық өрмекші торы бізді қоршап тұр дейді, мысалы. Яғни ол бөлшектер, яғни сенің кез келген ойын әлемге әсер етеді. Жаңағы эффект бабочки, жаңағыдай көбелектің қанатының қағылуымен әлемдік толқындардың сәйкес келуі әлемдік жарылыс тудырады деген физикада айтылады. Енді осылардың бәріне қарасаңыздар, қазақ бұны баяғыдан білген, періште әумин дейді. Яғни періште әумин деген не? Сенің кез келген ойың, сенің ойың бір сол сенің болашақ өмірін жаратып отырады күнгі. Мысалы, бір адам туралы ойласаң, саған телефон соғады. Неге ол? Өйткені сен оған жаңағы квант әлеміне сен сигнал жібердің. Бір нәрсені армандасаң, қиялдасаң, сол жүзеге аса бастайды. Міне осында сондықтан мынау біздің жаңағыдай кез келген нәрсе, мысалы тамақ, ана Пит Натхан деген бар, жаңағы сол кісі айтады, ғалым, тамақтың да рухы бар дейді. Мысалы тамақ жеп отқанда дейді, оның рухы дейді, егер сен сүйсініп жесең дейді, ол тамақтың рухы саған риза болады дейді. Егер сен оны сүйсініп жемесең, жай механикалық түрде оны аузыңа тоғыта берсең дейді, ауруға ұшырайсың дейді. Сонда ол тамақ жегенде дейді, телефон қарауға, басқа бір ой ойлауға, басқа біреумен сөйлесуге болмайды дейді. Ана тамақтың өзінің рухын сыйлау керек дейді. Ләззат алып ішу керек тамақтан дейді. Тамақтың өзіне. Сонда қазіргі кезде адамдар неге рухани жаңағыдай кедей? Өйткені олар отбасында, жаңағыдай тамақ басында әңгімелеспейді бір-бірімен. Бір-бірінің бетіне қарамайды, бір-бірінің көзіне қарамайды, бір-бір монитор, бір-бір жаңағыдай телефон, гаджет дейді. Осылардың бәрі адамға. Сонда жаңағы мына дүниенің барлығы, мынау судың өзі, мысалы, адамның өзі денесі 80% судан тұрады дейді. Судың өзі, мысалы, сенің энергияңды жаңағы қабылдайды, мысалы. Ал шай, біз тамақтың өзі судан тұрады. Сондан айтып отырған кімнің сөзі ғой, біздің Қай Байнабеков деген менің нағашым Сәкен Сейфуллиннің қайнатасы, қайын сөзі ғой ол. Көңілсіз берген шайың езіп берген оймен тең дейді. Негізі сол өзі сол менің нағашыларым сол Қай Байнабековтер. Сол кісілер сөзі керемет жаңағыдай. Өте күшті. Сонда шақырыңыздар, анау қазақ айтады ғой, қазақ бұның бәрін меңгерген негізінен. Бұл кванта физиканы білмесе де, руханиятқа жетіп болғанды қазақ айтады. Сондықтан ең тәтті тамақ дейді, ол үй иесінің дейді, жылы қабағы дейді. Сыйлап берген су балта дейді. Қайықсыз қара суға семіреді дейді. Міне осыларды қарап отырсаңыздар, осының бәрінде терең таным жатыр да, мынау дүниені меңгеру, дүниенің рух ретінде меңгеру, форма ретінде ғана емес, дүниедегі рухани байланыстардың қазақ шебері болған. Сонда қазақ ауырмаған, қазақ мына экосистемамен гармонияда өмір сүрген. Сондықтан обал болады деген не? Анау өсімдіктің рухы, малдың жаны, ысырап қылма, аңды жаңағы суға сарыма, көкті жұлма, көктей соласын, жаңағыдай сықырма дейді үйде тұрып.